Сабағымыздың тақырыбы өсімдіктердегі фотопериодизм. Фотопериодизм дегеніміз тірі ағзалардың жарық күн ұзақтығына байланысты өзінің физиологиялық үдерістерін өзгерту қабілеті. Бұл құбылыс жарықты қабылдамайтын тіршіліктен басқа барлық тірі ағзаларға тән. Жарықты мүлдем қабылдамайтын ағзаларға, мысалы кейбір бактерия түрлері, мұхит түбін мекендеушілер, жасуша ішілік не ағза ішілік паразиттерді жатқызамыз. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, көру мүшесі жоқ ағзалар да бұл құбылысқа әсер көрсете алады. Мысалы, қуыршақ сатысында қыстайтын көбелектер нәсілдері жарық күннің белгілі бір ұзақтығында ересек дараға айналады. Яғни тәжірибе зерттеушілер қуыршақтарды төменгі температурада, ал жарық мөлшерін көктемдегідей сәуір-мамыр айларына сәйкес келетін жарық мөлшерімен қамтамасыз етті. Нәтижесінде қоршаған орта температурасы тірі қалуға мүмкіндік бермесе де, барлық қуыршақтан көбелектер шықты. Бұл көбелектің фотопериодизм құбылысына жауап беру реакциясы болып табылады. Өсімдіктерде маусымдық өзгерістер жүзеге асады. Олар бүршік жару, гүлдеу, жемісінің пісуі, жапырақтың түсуі секілді. Шалқан өсіру бұл дақыл бақшада өсетін толыққанды тамыр жеміс қалыптаспастан өсімдік гүлдеп тұқым түзе бастайды. Тамыр жемістің барлық қоректік заты гүлдеу мен тұқым түзуге жұмсалады. Шалқан өсімдігін жылыжайда өсірген кезде жарық түсу ұзақтығын өзгерте отырып, қыс ортасында көптеген өсімдіктерді өсіріп өнім алуға болады. Фотопериодизм өсімдіктердің бейімделуін 3 топқа жіктейміз: ұзақ күн өсімдіктері, қысқа күн өсімдіктері және бейтарап өсімдіктер. Қысқа күн өсімдіктері жаздың басында гүлдеп, күзге дейін жемісі мен тұқымы пісіп жетіледі. Қоңыржай және полярлы ендіктерде таралған. Тундра өсімдіктері де жатады. Мысалы, ошаған, қара бидай, бидай, сұлы, арпа секілді өсімдіктер жатады. Осы өсімдіктердің ішінде ошаған 21 сағат жарық түсу ұзақтығы болғанда ғана гүлдейді. Қысқа күн өсімдіктері жаздың соңында гүлдейді, субтропикаға жақын таралған. Мысалы, астралар, бақытгүл, мақта, күріш секілді өсімдіктер жатады. Ал бейтарап өсімдіктер дегеніміз күн мен түн ұзақтығына өзгеруіне байланысты ешқандай жауап бермейтін өсімдіктер. Олар белгілі бір уақыт болғанда ғана гүлдеп жеміс беретін өсімдіктерге қияр, қызанақ, раушан секілді өсімдіктер жатады. Биоырғақ дегеніміз тірі жүйелердегі мерзімімен қайталанып отыратын өзгерістер, яғни циклдік үдерістер. Сыртқы себептерден туындайтын биоырғаққа фотопериодизм құбылысын жатқызамыз, ал ішкі биоырғақтарға адам жүрегінің соғуы жатады. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, өсімдіктерде жарықты қабылдау мүшесі жапырақ болып табылады. Фотопериодизм нәтижесінде өсімдіктің әртүрлі мүшелерінде гүлдеуге, түйнектеуге, жуашық тамыр жеміс түзуге, физиологиялық процестерге әсер ететін тыныштық күйге өту, құрғақшылыққа төзімділікке байланысты фитогормондар түзіледі. Енді оқу тапсырмасы: ұзақ күндік, қысқа күндік және бейтарап өсімдіктерге мысалдар жазыңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.